Өзім 30 жасында үйленгем. Енді осы уақытқа жүрген себебі өзім сүйіктім іздедім. Ойым бойынша ол кезге дейін табылған жоқ. Биыл бізге бас қосып үйленгенімізге 10 жыл толды. Жалғыз тал розаның ішіне жүзік салып сыйлады. Бүйтіп алып мен оның ішін даже байқаған да жоқпын, бүйтіп иіскеп. Не қылайын десем, ішінде жүзік тұр екен, сонда бір керемет сезімде болдым. Менің отбасымда 7 адам бар. Ол менің апам, әкем, анам, қарындасым, інім, сосын екінші інім. Мен 1975 жылы күйеуге тидім. Осы жолдасыма әскери адам болды, медик, дәрігер болды. Мінекей содан бері 44 жыл бірге өмір сүріптік. Мен апам бізді күніге еркелетеді. Жандарым сон, мен алтындарым мен. Біздің отбасымыздың бәрі, мен қайнатам да, қайнағам да, абысыным да, мамамыз да кезінде әскери болған барлығы. Енді біз өзім әскери емеспін, бірақ әскери отбасында келгеннен кейін сол тәртіпке көнуге тура келді. Әскери адамның жұбы болу меніңше оңай емес деп ойлаймын. Отан қорғаушы, отан сүйу адам ол біріншіден отбасынан басталады. Оянған соң біз папаны бірінші болып бетінен сүйеміз. Әкем мерекең құтты болсын деп, ол бізге сый береді. Біз әскери адамдар болғанда кезінде 23 ақпанды семьямызбен қарсы алатынбыз. Енді қазір 7 мамырға ауыстық. Атсамыз, ойнаймыз, доппен ойнаймыз, қоласпақ ойнаймыз. Әкем бар кезде жүгіріп, әкем бетін сүйетіміз, құттықтап. Ол маған, сол күн маған өте маңызды, өте жақын, өте жылы. Отбасымызда енді бізде қатал енді мен, себебі әскери адам болған соң бізде тәртіп бар. Сондықтан әр баланы тәртіпке үйретемін. Папа мені принцесса деп еркелетеді. Одан кейін қояным менің деп, ботақаным. Ұл бала болған кейін ба, жанатты бұлай ұйықтап жатқанда ғана иіскеп қояды, маңдайынан қызын ол қатты еркелетеді бізде. Аруна Арченді мен дарынды, дарын маманы, мен маманы, барлық бала маманы, мама папаны жақсы көреді, папа маманы жақсы көреді. Мен осы Қазақстанда ең бақытты отбасы деп ойлаймын.